Қайырлы кеш, достар. Қайрат Реал Мадрид матчына шолу жасаймыз. Қайрат неліктен жеңіліп қалды? Ең бірінші, Рафаэл Урузбахтин, Қайраттың бас бапкері, сап-сапты дұрыс таңдамады. Неге? Өйткені Громыхо мен Жоржиньоны неге бірінші минуттан алаңға шығарды? Олар өткен ойында өте нашар ойын көрсетті ғой. Әсіресе Жоржиньо. Громыхоны бүгінгі ойында вообще танымадым мен. Не пас емес, не удар да жоқ. Ал Дастан Сатпаевқа келетін болсақ, Дастан Сатпаевты шайып бітті негізінде. Енді жас бала болғасын, енді уайымдаған болар. Ең қателік жүрген ойыншылардың бірі бұл қорғаушы Сорокин. Неге? Өйткені ол жоқ жерден алға пас берудің орнына артқа пас беріп жүріп пенальти алып келді. Тем более бізде вратар жас 18 жасар қақпашы. Қақпашыға қарай мүлде ойнамау керек еді бұндай ойында. Составты дұрыс таңдамағаннан кейін негізгі құрамды. Сол үшін біздер осылай жеңіліп қалдық. О бастан бірінші составқа Эдмилсон мен Рикардиньоны шығару керек еді. Сол кезде бәлкім бірінші таймда бір гол салар ма едік. Әрі де Чемпиондар Лигасының ойындары бар, көңіл күйімізді түсірмейік, бірақ бүгінгі ойын өте нашар болды. Ойыншылар көп сасқалақтады. Енді күнде Реал Мадридпен ойнап жүрген жоқпыз, бірақ соның өзінде де бұл ойын біздің ойыншыларға сабақ болады деген үміттемін. Біздің бас бапкер Рафаэл Урузбахтинге де бұл үлкен сабақ. Келесі ойындарда кездескенше аман сау болайық.